Қытайда Лубань атты зертхана бар. Ол жерде жастарға жоғары технологияларды ұршықша үйретуді үйретеді. Сол мамандар инженерияның иінін тауып, робототехника мен смарт технология саласында көш бастады. Нәтижесінде қазір Бейжің көшелерінде жүргізушісіз таксилер сынақтан өткізіліп жатыр. Яғни жолаушыны діттеген жеріне жасанды интеллект жеткізеді. 2 жыл бұрын алыстан аттай қалып, осы оқу орнын Өскеменде салған еді. Қазір 500-ден аса студенті бар. Ғылымның ғажабы қазақстандықтарды көп күттірмеді. Маман мәселесін шешкен шенеуніктер енді елордаға автопилотты көліктер әкелуге көшті. Қазір оларға арнайы көше бөлу мәселесі қарастырылып жатыр. Пилоттық жоба келесі жылы басталады. Міне, бір ғана Лубань зертханасы елдегі технологиялық үдерісті осылай түрлендіріп жіберді. Енді елестетіп көріңіз. Президент сапар аясында Қытай тарапын тағы 2 зертхана ашуға келістірді. Лубаньға қызыққан қауым көп. Қытайды қолқалап зертхананың кілтін 30-ға жуық ел сұраған. Бұл шығыстағы көршіге ұнамады. Сосын бір елге бір ғана зертхана саламыз деген қатаң қағидаға көшті. Алайда Бейжің біз үшін ұстанымдарынан бас тартуға дайын екен. Осылайша Қазақстан 3 зертхана салған алғашқы елге айналды. Біріншісі Евразия ұлттық университеті негізінде Астанада ашылды. Бұл жолы бұл жасанды интеллект, дрон технологиялар және автопилоттық технологияларды енгізуге ашылған орталық. Екінші орталық Алматыда Тынышпаев атындағы көлік және тасымалдау академияның негізінде. Бұл жерде темір жол, тасымалдау, логистика саласында ақылды технологияларды енгізуге бағытталған. Жалпы есептегенде $9 миллион жуық инвестиция құйылды.